Шанхай қаласында болған бірнеше күнгі саяхатта біраз сұрақтарға жауап тауып қайтқандаймыз. Яғни ата-аналар бізден жиі сұрайтын, балалар не үшін оқу бітіргеннен кейін ішкі өлкелерде қалып жұмыс істегісі келеді дейтін. Қарасаңыз, мінекей түнгі сағат Бейжің уақыты 1-дің өзінде адамдар және тазалықтарын істеп, өзі тап-таза тұрса да, оның үстіне тазалап, жарқыратып дегендей. Жәнегі одан кейін осы Шанхай қаласынан 24 сағат дәріханаларды, 24 сағат асхананы, тағы да басқа әр саладан өзіңізге қажетті қызмет өтеулерді таба аласыз. Енді мына таразға қарап көрсеңіз, бір шашалып болғанша ішуге дайын тұрған жылы суға бал қосып алдымызға қойып қойған прәндік, мінекей қауын, жеміс дегенді әкеп қойған. Қарасаңыз, бұндай қызмет өтеу түрлері бар болса, бұндай қаладан кімнің кеткісі келеді? Және бұған жанды мысал осы біздің ЖБ командасын алдымыздан күтіп алған сенім командасының бастығы Қайсар ағаменен доғдыр әпекеміз Сетер әпекеге де үлкен рахмет айтқымыз келеді. Жастар жағын шабыттандырып жатқан алдымыздағы аға буын әпекемен ағаларға көп рахмет бізді қолдап жатқан. Достар, сол Малайзия еліне жүрейін деп тұрмын. Көз көрген сіздер аман болыңыздар, біз аман болайық. Әрдайым амандықпен кездесетін күн болғай.